Қош келдіңіз. Бұл видеода біз иесін ауыстырған кезде құрылғыны қалай өз бетінше қайта тіркеуге болатынын айтамыз. Ол үшін жұлдызша 6914, жұлдызша 1, жұлдызша 3 торперне командасын теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Бұдан әрі экранда берілген нұсқаулықтарды орындап, қажетті мәліметтерді толтырыңыз. Мәліметтерді енгізіп болғаннан кейін жіберу батырмасын басыңыз. Құрылғыны қайта тіркеу қажеттілігін растау үшін бір санын енгізіңіз. Бұдан әрі құрылғының бұрынғы иесінің телефон нөмірін +7 арқылы жазыңыз. Және бұрынғы ұйымның БСН немесе құрылғының бұрынғы иесінің ЖСН-ін жазыңыз. Бұдан кейін құрылғыны тіркеу қажет телефон нөмірін тағы да +7 арқылы енгізу қажет. Және өз ұйымыңыздың БСН-ін енгізіңіз, өйткені қайта тіркеу заңды тұлғаның атымен жүзеге асырылады. Құрылғы сәтті қайта тіркелді, ал тіркеуді растау сізге SMS-пен хабарлама түрінде келеді. Құрылғыны USD командасы арқылы өз бетіңізше қайта тіркеу процесі бар болғаны бірнеше минутта алды. Бұл тез және ыңғайлы. Біздің қызметтерімізді сәтті пайдалануыңызға тілектеспіз.